Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шаян таяқшалары қосылған ерекше салмасы бар профитроль әзірлейміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен профитроль қамырын әзірлеуден бастаймыз. Кастрөлімізге сүтті, суды және тұзды қосып қайнатамыз. Қосынды ысый бастаған кезде маргаринімізді қосамыз. Маргарин еріп, қосынды қайнай бастаған кезде ұнымызды салып жылдам араластырамыз. Қамырымыз біркелкі болғанша осылай 3 минуттай плитаның үстінде араластырамыз. Піскен қамырымызды басқа ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жабамыз. Қамырдың жылы болғанша тосамыз. Қамырымыз суығанша дейін салмамызды әзірлеу бастаймыз. Салманың құрамына кіретін ингредиенттердің барлығын майдалап тураймыз. Ірімшікті майда үккіштен өткіземіз. Майонезді қосып жақсылап араластырамыз. Жылы жағдайға дейін суыған қамырымызға біртіндеп жұмыртқаны енгіземіз. Әр жұмыртқаны енгізген кезде қамырды жақсылап араластыру қажет. Дайын болған қамырды кондитерлік қапшыққа саламыз. Противеньге пергамент қағазын төсеп, оған профитрольдарды отырғызамыз. Профитролиді духовкада 35 минут пісіреміз. Ең бастапқысында 20 минут 180 градуста, кейінгі 15 минутты 150 градуста пісіреміз. Суыған профитролиімізді кесіп, ішіне салмасын саламыз.
Мінеки достар, бізде шаян таяқшалары қосылған ерекше салмасы бар профитрольдар шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.